Абайдың қара сөздерінде адамдық қасиет талданады, дін туралы айтылады, ел мінезі сыналып, надандық әшкереленіп, білім насихатталады, нақал мәтел жайындағы ой пікірлері айтылған. Абайдың 44-ші қара сөзі. Абай атамыз 44-ші сөзінде талап атауына философиялық түрде талдау жасайды. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылар да неше түрлі болады. Һәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Бірінші талап сарандықпен, арамдықпен, әйтеуір мал тапсаң, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын талап. Екінші, ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке, біреу білгіш, қу, сұм атанамын деп, сол харекетте осының бірсыпыра елеу азық болар деген талаппен жүргендер де бар. Енді бір талап, ол қазақтың тамырын ұстап қарап, мынаны алып келіп берсе қымбат алғанда екен, осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып ізденген талап. Мұның бәрі кітаптың бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Данышпан ақынның түсінігінше, көкірек таза болмаған жердегі талаптың өзгеге шапағат нұрын төкпейтіні ләзім. Осыдан келіп, Абай рухани тазалық, жан мәдениеттілігі жоқ жердегі талаптың тоғышарлық сипатын керен ашып береді.